Сәлеметсіздер ме, жас достар? Бүгін біздер еңбек нарығы және сұраныс деген тарауды бастаймыз. Бүгінгі сабақта сіздің меңгеретініңіз мәтін бойынша болжам жасайсыз. Өз біліміңізге сүйеніп тақырыпты жалғастырасыз. Тәуелдік жалғауды көптік мәнді есімдер мен көптік жалғауды ажыратып, дұрыс қолдануды үйренесіз. Бүгінгі жаңа тақырып еңбек нарығы туралы. Еңбек туралы қандай мақал-мәтел білесіз? Мысалы, еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті. Бұл мақалдарды ұмытпай, жаттап жүріңіздер. Бүгінгі жаңа тақырып бойынша мәтінмен жұмыс жүргізу үшін жаңа сөздердің мағынасымен танысып алайық. Еңбек нарығы. Ақы төленетін жұмыспен қамту саласы. Сұраныс. Нарықта ұсынылатын игіліктерге төлем қабілеті бар қажеттіліктерді көрсетеді. Жұмыс күші. Экономикалық белсенді тұрғындар санын, яғни елдегі еңбекке жарамсыз адамдарды қоспағанда 16 жастан бастап зейнетке шығу жасына дейінгі аралықтағы жұмысқа қабілетті тұрғындардың жалпы санын білдіреді. Жұмыссыздық. Жұмыс істегісі келетін, еңбекке жарамды халықтың өндірісте жұмыспен қамтылмауы. Оқушылар, ендігі кезекте жаңа сөздердің қолданылуын берілген мәтіннен тыңдап көріңіздер. Бірінші тақырып. Бірінші, екінші сабақтар. Бесінші тапсырма. Еңбек нарығы. Ақы төленетін жұмыспен қамту саласы еңбек нарығы ұғымымен байланысты. Еңбек нарығы қоғамдық сұраныс пен меншіктердің құрылымына сәйкес еңбек тарату, қайта тарату механизмі ретінде қызмет атқарады. Еңбек өнімділігі құрылымының екі жағы бар. Жұмыс күші немесе еңбекке қабілеттілік және тұтыну күші немесе тұтынуға қабілеттілік. Еңбек нарығы сапалық және сандық тұрғыдан үнемі өзгеріп тұрады. Нәтижесінде жұмыс күшіне сұраныс өзгереді. Яғни, өндірістің ұлғаюы, дамуы, құрылымдық өзгерістер жоғары білікті мамандар мен жұмыскерлерді қажет етеді. Еңбек нарығы динамикалық, өзгермелі нарық. Жұмыссыздық қоғамның бүкіл экономикалық өміріне қолайсыз әсер етеді. Ол экономикалық шығындарға әкеледі. Ұлттық өнімнің деңгейін төмендетеді. Жұмыссыздық субъектілердің табыстан толық не жартылай айырылуына, тұрмыс деңгейінің төмендеуіне әкеледі. Қылмыс көбейіп, психикалық аурулар саны артады. Бұл проблеманы жеңілдету үшін мемлекет ішінара жұмыспен қамтуға не толық емес жұмыс аптасына қаражат береді. Әдетте жұмыс орындарын бөлу әдісі қолданылады. Төмен жалақымен бір жұмыс орны 2 жұмысшыға ұсынылады. Жұмыссыздықты азайту үшін жұмыс орындарын қайта құрған кезде қызметкерлер мерзімінен бұрын зейнетке шығарылып, тұтынушыларға ұсынылатын қызмет әмбебаптандырылады. Сөйтіп, көпшілік жұмыспен қамтамасыз етіледі. Соның нәтижесінде сағаттық еңбек өнімділігі өседі. Өзіндік жұмыс ретінде тыңдалым мәтіні бойынша экрандағы сұрақтарға жауап беріңіздер. Мәтінде не туралы айтылады? Мәтін бойынша болжам жасаңыздар. Жаңа сөздерді қолданып, еңбек нарығы туралы білетіндеріңізді айтыңыздар. Экрандағы дескрипторларға назар аударуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақтағы грамматикалық тақырып тәуелдік жалғау. Сабақтың тағы бір міндеті тәуелдік жалғауды дұрыс қолдануды қарастырайық. Бұл тапсырманы жаңа сабақты бекіту ретінде ұсынамын. Алдымен шартымен танысайық. Сөйлемдегі көп нүктенің орнына оңаша және ортақ тәуелдеу жалғауларының қажеттісін қойып жазыңыздар. Тәуелдік жалғауы қандай сөз таптарына жалғанып тұрғанын айтыңыздар. Мысалы, бірінші сөйлемдегі берілген сан есімнің қасына
қажетті қосымшаны жалғап жазыңыздар. Ортақ тәуелділік жалғауының үшінші жағына жіңішке буынды сөзге дауыссыздан кейін қосымшасы жалғанады. Биыл отандық кәсіпкерлердің 25-і алтын сапа белгісімен марапатталды. Қосымша жалғанған 25 сөзі сан есім болып табылады. Осы тапсырманы орындау кезінде қиындықтар туындаған жағдайда төмендегі сілтемеге өту арқылы ережені еске түсірулеріңізге болады. Құрметті оқушылар, сонымен бүгінгі тақырып бойынша қорытып айтар болсақ, еңбек нарығы қоғамдық сұраныс пен меншіктердің құрылымына сәйкес еңбек тарату, қайта тарату механизмі ретінде қызмет атқарады. Еңбек нарығы сапалық және сандық тұрғыдан үнемі өзгеріп тұрады. Жұмыссыздық қоғамның бүкіл экономикалық өміріне қолайсыз әсер етеді. Ол экономикалық шығындарға келеді. Ұлттық өнімнің деңгейін төмендетеді. Жас дос, 21 ғасыр бой емес ой жарыстыратын заман. Бүгінге дейін алған білімдеріңізді одан әрі шыңдап, еңбек нарығының талабына сай болуға тырысыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.